Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum qadırlı bауырлар. Allah Taala бүгінгі тілек ниетімізді қабыл алсын. Иншалла бүгінгі уағызымыздың тақырыбы иман негіздері жайында болмақ. Иман негіздері дегеніміз бұл әрбір мұсылман үшін қажетті дүние. Алла Тағала біздерге иман етуді бұйырды. Сол иман еткен кезде неге иман етеміз? Сол хадисте және Құран кәрімде біздерге жеткізілген. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осылай мешітте отырған кезінде Хазіреті Омардан риуаят етеді. Бір бейтаныс адам келді дейді. Танымаймыз дейді. Бірақ жолаушы дейін десек, жолаушыға ұқсамайды дейді. Қонақ дейін десек, біздің ауылда ондай адам жоқ. Кім екенін бірақ танымаймыз. Бір бейтаныс, сымбатты бір жігіт келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дәл алдына келіп отырды дейді мында жерге. Сахабалардың бәрі отырады, сол пайғамбарымыздың құзырына келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол келген адамның Жәбірәйіл періште екендігін біледі. Бірақ сахабаларына ескертпейді, мынау Жәбірәйіл деп айтпайды. Өйткені сол Жәбірәйіл періштенің алып келген хабарына, уақиына барша сахабалар сол жерде куә болсын, соны естісін, тыңдасын дейді. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына келіп айтады ғой: Алланың елшісі, мен сізге сұрақ сұрасам бола ма дейді ғой. Иә, сұра дейді. Сонда бірінші сұрақ, бұл хадисті бәріңіз естігенде шығарсыздар. Ислам дегеніміз не дейді? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ислам дегеніміз 5 діңгектің үстіне құрылған дейді. Біріншісі, яғни Алла Тағаланың бар жалғыз екендігіне сену. Одан кейін намаз оқу, одан кейін ораза ұстау, одан кейін зекет беру, содан кейін ғұмырында бір рет қажылыққа бару дейді. Сол кезде Жәбірәйіл періште сұрақты сұрап отыр. Және де пайғамбарымыз осылай деп жауап берген кезде дұрыс айттың дейді. Екінші сұрақ сұрайды: иман дегеніміз не дейді? Міне иман негіздері дегеніміз осы. Иман дегеніміз не дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аманту биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва расулихи вал яумил ахири ва бил қадари хайрихи шаррихи та'ала деп пайғамбарымыз хадис айтып береді. Яғни Алла Тағаланың бар және бір екендігіне сену, Алланың періштелеріне сену, оның жіберген қасиетті кітаптарына сену, оның жіберген пайғамбарларына сену, және де ақырет күніне сену дейді. Алла Тағаланың тағдырына сену, жақсылық пен жамандықтың Алладан екендігіне сену, және де өлгеннен кейін қайта тірілуге сену дейді. Міне осылайша пайғамбарымыз иманды түсіндіріп берген кезде Жәбірәйіл періште адам бейнесінде дұрыс айттың дейді. Үшінші сұрақ сұрайды: ихсан дегеніміз не дейді? Ихсан дегеніміз не дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп бұйырады: сен Алланы көрмесең де Алла сені көріп тұрғандай амал ету дейді. Міне осы хадис былайша айтқан кезде. Және төртінші сұрақ сұрайды пайғамбарымыздан: ақыр заман қашан болады деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сұрап отырған адам дейді, сұраушыға қарағанда әлде қайдан мәліметі бар ғой дейді ғой. Сен менен сұрап отқан болсаң, демек сен оны сен білесің ғой деген ұғымды айтады ғой. Сонда Жәбірәйіл періште олай болса дейді, ақыр заманның белгілерін айтып берсең дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыр заманның кіші белгілерін айтады. Яғни жер бетіндегі нақақтан нақақ адам өлтірудің, соғыстың көп болуы, зілзала, табиғат апаты секілді, өз жезөкшеліктің болуы, зинаның етек алуы, ішімдіктің көп болуы деген секілді жағдаяттардың бірнешеуін санамалап береді. Сонда Жәбірәйіл періште қанағаттанады, сыртқа шығып кетеді. Шыққан сәтінде пайғамбарымыз айтады: жаңағы келген кім білесіңдер ме дейді, сұрақ сұраған дейді. Жоқ, Алланың елшісі дейді. Ол дейді Жәбірәйіл періште сендерге діндеріңді үйрету үшін келді дейді. Барып шақырып келіңдер дейді ғой. Ізінше артынан біреу барады, ізім ғайып жоқ Жәбірәйіл періште. Яғни ол Алла Тағаланың періштесі. Енді осы жерде айтылғандай біздерге иман негіздері болып, біздің сенуіміз керек болған, иман етуіміз керек болған 7 нәрсені айтып кетті. Сол 7 нәрсені иншалла бүгін түсіндіреміз. Біріншісі Алланың бар және бір екендігіне сену. Екіншісі оның періштелеріне сену. Үшіншісі Алланың қасиетті кітаптарына сену. Төртіншісі Алланың жіберген пайғамбарларына сену. Бесіншісі ақырет күніне сену. Алтыншысы тағдырға сену. Жетіншісі жақсылық пен жамандықтың Алладан екендігіне сену. Міне осы сенімге біз иман дейміз. Бұл иман негіздерінде ешкімде арту кему деген болмайды. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтқандай, иман артпайды, кемімейді. Өйткені осы 7 нәрсеге бүкіл мұсылман сенеді, болды. Бұдан басқа сенетін нәрсе дүние жоқ бізге. Яғни осы 7 иманның ішіне кіріп кетеді, болды. Алла бізден 8-ші сұраған жоқ, аспандағы айға
жердің астындағы мұнайға сен иман ет деген жоқ. 7 нәрсені айтты, болды. Сол үшін Абу Ханифа айтады, осы сенілетін 7 нәрседе иман артпайды, кемімейді. Пайғамбар да, сахабаларға пайғамбар үйреткенде осы 7 нәрсеге иман етті. Бүкіл сахабалар, табиғиндер осы 7 нәрсеге иман етті. Ал енді иман артады, кемейді оның сапасында, сенің тақуалығыңда, сенің көбірек амал жасауыңда, немесе сенің көбірек күнә жасауыңда иманыңның сапасы артып кемейді. Ал былайша айтқан кезде ол артып кемейді, оның барлығы тек қана жаңағы сіздің амалыңа байланысты болады. Енді осы бірінші мәселесі Алланың бар және бір екендігіне, жалғыз екендігіне сену иманның ең бірінші шарты. Кімде кім Алла тағаланың жалғыз екендігіне шын ықылас ниетпен сенетін болса, бірінші кезекте әрине ол адам мұсылмандықтың ең бірінші сенімін айтады. Өйткені Құран кәрімде көп аяттарда келеді ғой. Ва илахукум илахун вахидун дейді ғой. Сендердің Раббыларың, сендердің Аллахтарың бір жалғыз Алла дейді. Сондықтан да ол Аллаға сену бірінші кезектегі біздердің иманның парызы. Әрине, осы Алла тағаланың біз былайша айтқан кезде иман етеміз, бірақ Алла тағалаға деген біздің сеніміміз қандай болу керек? Әрине, біз Алла тағаланы Құранда айтқандай, хадисте айтқандай сипаттарыменен сенеміз, сипаттарымен танимыз Алланы. Біз Алла тағаланы өзімізге ұқсата алмаймыз, мақұлқатқа ұқсатпаймыз. Біз Алланы сипаттарымен танимыз. Алла бар, оған ешқандай күмән жоқ. Хуал ауалин вал ахирун дейді Алла тағала. Әуелде Алла болды, соңында Алла қалады. Басқа нәрсенің барлығы бітеді. Алладан басқа бүкіл мақұлқаттың барлығының бастауы бар, бастауы болған нәрсенің соңы бар шариғат бойынша. Енді Алла тағаланы біз қалай танимыз? Алла тағаланың өзінің сипаттары бар. Бізге ғалымдарымыз түсіндіреді. Субути сипаттары бар, зати сипаттары бар дейміз. Зати сипаттары 6, субути сипаттары 8. Біз Аллаға осылай иман етеміз. Зати сипат дегеніміз Алла тағала бірінші зати сипаттардан вуджуд дейміз. Алла бар ма? Иә, бар. Жоқ деген сипат Алла тағалаға айтылмайды. Алла бар біріншіден. Енді Алла тағала бар болса, қашаннан бері деп сұрақ сұрайтын болсаң, біз әуелден Алла бар дейміз. Оған бізді айтамыз, әзәли, қидам дейміз. Әуелден бар Алла тағала, қидам. Алланың бастауы жоқ. Яғни мына столдың басы бар, аяғы бар, Алланың басы жоқ. Әзәли дейміз. Қидам деген екінші сипат, Алла бар. Енді Алла үшінші сипаты Алланың заты сипаттарында бақа дейміз. Алла мәңгілік. Алладан басқа нәрсенің бүкіл бәрі өлшеулі. Ерте ме кеш пе бәрінің ажалы келеді, әке жоқ болады, құриды. Алла тағала мәңгілік, үшінші сипаты. Яғни Алла бірінші бар. Алла тағала әуелден бар. Алла тағала мәңгілік. Төртіншісі Алла жалғыз. Вахтаният дейміз. Біріншісіне вуджуд дейміз, қидам дейміз, бақа дейміз, вахтаният дейміз. Алла жалғыз. Құран кәрімде Алла тағала айтады, кімде кім Алланы үшеу деп айтатын болса, яки болмаса екінші бір аятта келеді, кімде кім Алла үшеудің біреуі деп айтатын болса, ол адам нақ кәпір болды дейді. Ол тым адасты дейді. Ақыретте азапқа тартылады дейді. Яғни бұл христиан дініндегі былайша айтқан кезде үштік сенім деген бар ғой. Кім ол Мариям сүресінде бар, Али Имран сүресінде бар, ашып оқысаңыздар, кімде кім Алла үшеу десе, немесе үшеудің біреуі десе, ол адам кәпір болды дейді Құранда. Алла жалғыз. Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад деген себебіміз осы Құран кәрімде аятта бізде түсіндіруі. Яғни бұл төртіншісі Алла тағала жалғыз. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мүшриктер келеді. Еврейлер бар, мүшриктер бар, айтады ғой, сен бізге Раббыңды танытшы дейді. Сен Алла жалғыз дейсің, Алла бар дейсің. Осы Алла қандай бізге түсіндірші дейді ғой. Сонда Алла тағала Ихлас сүресін түсіреді. Ихлас сүресін. Құл хуаллаху ахад дейді. Пайғамбарымызға айт, ей Мұхаммед дейді, саллаллаху алейхи. Құл хуаллаху ахад, Алла жалғыз дейді. Аллаху самад, Алла ештеңеге мұқтаж емес. Ләм ялид ва ләм юлад, Алла туылған жоқ, туылмайды. Ва ләм якун лаху куфуан ахад, Алла ештеңеге мұқтаж емес. Яғни Алла мұңсыз. Осы кішкентай ғана аят сүре былайша айтқан кездегі Алла тағаланы бізге сипаттап береді. Міне, төртіншісі Алла тағаланың жалғыз екенін сену. Бесіншісі Алла тағала өзін былайша айтқан кезде бұл дүниедегі ешбір нәрсеге ұқсатпайды. Мухаляфатун лил хавадис дейді. Алла жаратылған ешбір затқа ұқсамайды дейді. Сіз мен ұқсауым мүмкін, яки болмаса басқа жаратылыс. Лайса камислихи шайун дейтін Алла Құранда аятын білдіреді. Алла ештеңеге ұқсамайды. Мухаляфатун лил хавадис дегеніміз. Сіз Алланы ештеңеге ұқсата алмайсыз. Ұқсатуға сіздің қақыңызда жоқ. Алла бар, бітті. Сонан кейін барып алтыншы сипаты.
қиям би нәфсихи, Алла тағала өздігінен бар, ештеңеге мұқтаж емес деген сөз. Мысалы, мен мына жерде бар болуым, былайша айтқан кездегі столға мұқтаж, мынаған отыруым керек, яки болмаса менің бар болуым үшін әкем шешеме мұқтажмын, олар болмаса дүниеге келмеймін. Ал Алла тағала бар болу үшін ештеңеге мұқтаж емес. Міне, біздің сеніміміздегі Алла тағаланың зати сипаттары осы. Біз осыменен Аллаға иман етеміз. Содан кейін Алла тағаланың субути сипаттары бар. Субути сипаттардың ең біріншісі, былайша айтқан кездегі Алла тағала хаят дейміз. Алла тірі. Өлген Алла болмайды, Алла тірі. Бар Алла бар ма, онда тірі дейміз. Одан кейін барып екінші, Алла тағала біледі. Бүкіл барлық нәрсені біледі. Құран кәрімде Алла тағала айтады, Алланың ілімі шексіз дейді. Бір күні Мұса пайғамбар Алла тағалаға былай деп дұға жасайды: "Я Раббым" дейді. Мен енді өзімнің заманымдағы ең көп білетіндердемін. Яғни менің білімім көп қой дегенде қылады. Сонда Алла тағала Құранда айтады: Хызыр алейхиссаламды Мұса пайғамбарға жібереді жолдас қылып. Қиссасы ұзын ғой, мен қысқаша айтып жатқаным ғой. Сонда Хызыр алейхиссаламмен біраз сапарлатып барады. Хызыр алейхиссалам бір теңіздің жағасына келген кезде, соңында, сапардың соңында бір қарға келіп, жаңағы теңізден бір тұмсықпенен су ішіп кетеді ғой. Сонда Хызыр алейхиссалам айтады: "Анау қарға қаншалықты теңізден су ішті" дейді ғой. Яғни бір тамшы ғой, былайша айтқан кезде екен. Сонда Хызыр алейхиссалам Мұса алейхиссалам айтады: "Сенің ілімің" дейді, Алланың ілімінің қасында мынау теңізде Алланың ілімі болса дейді, ілім теңізде болса, содан сенің жаңа қарғаның бір жұтымы секілді, сенің сондай ақ дәрежеде білімің бар дейді ғой. Яғни сен қанша білімің болғанмен Алланың алдында ешкім емес, өйткені Алланың алим дейтін сипаты бар. Екінші, былайша Алла білімді. Алла бүкіл нәрсені біледі. Өткенді, болатынды, болашақты бүкіл бәрін Алла біледі. Содан кейінгісі Алла басир дейміз. Алла тағала көреді. Алла көрген кезде Құранда айтқандай, қап-қараңғы түнде қара тастың үстіндегі қара құмырсқаны көреді Алла тағала. Біз көре алмаймыз, өйткені біздің көзіміз шектеулі. Алла тағала бәрін көреді. Алла бәрін біледі. Алла сенің мына ойыңдағы нәрсені де біледі, жүрегіңдегі нәрсені де біледі. Құран кәрімде Алла тағала айтады, яғни сендер ойларыңдағы нәрседен жауап бересіңдер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Кімде кім бір жақсы ойлайтын болса дейді, сол ойлаған нәрсесін жүзеге асырса дейді, оған дейді 2 сауап болады дейді. Ойлаған нәрсесін жүзеге асыра алмаса дейді, ойлап қойғандығы үшін 1 сауап беріледі дейді. Жақсы ниет қылған үшін 1 сауап береді. Егер адам дейді жаман бір ой ойласа дейді, пәленшені ұру керек, немесе бір затын ұрлау керек деп жаман ойласа, бірақ сол ойлаған нәрсесін жүзеге асырмаса 1 сауап беріледі. Жүзеге асырса 1 күнә жазылады. Яғни қараңыз, сіздің ойыңыздағы нәрседен де сіз жауап бересіз деп тұр Алла тағала. Әрине, бірақ та біз жауап береміз. Сол ойлаған нәрсені Алла біліп тұр. Содан біз жүзеге тілімізбен шығарып, яки қол аяғымызбен бастап жүретін болсақ, сонда жауап береміз. Ол тағдыр мәселесін иншалла қазір түсіндірем. Енді Алла тағала айтып өткенімізде Алла тірі. Алла білімді, шексіз ілім иесі. Алла тағала көреді. Алла тағала сөйлейді, кәлам дейтін сипаты бар Алла тағаланың. Алла сөйлейді, сөйлегенде біз секілді алфавитке мұқтаж емес, біз секілді грамматикаға мұқтаж емес, немесе бастауыш баяндауышқа мұқтаж емес. Алла сөйлейді, бітті, өзіне тән сөйлеуі. Адамның мақлұқатының сөйлеуін бәрі мақлұқ, Алланыкі мақлұқ емес. Құран мысалы Алланың кәләмі, Алланың кәләмі болғандықтан ол Құран еш уақытта да мақлұқ болмайды. Тарихта Құранда мақлұқ деп айтуға тырысты. Сондай иман негіздері бол сол уақытта. Яғни ол Аббасидтердің тұсында 848 жылға шейін бір ғасырға жуық Аббас империясының халифаттың негізгі ақидасы Құран мақлұқ деген болды. Қазір біздегі ең көп проблема Алла қайда деген сұрақ қой қазір енді. Алла аспанда ма, жерде ме, аршыда ма, күрсіде ме деген секілді тартысатын сұрақтың біреуі. Ал сол кездегі мутазилит деген ағымның сенімі Алланың кәләмін мақлұқ деді. Мақлұқ деп айтпаған адамды олар жазалады, өлтірді, дүре соқты, зынданға тастады. Біз айтамыз Алланың кәләм дейтін сипаты бар. Ва кәлләмаллаху Муса тәклиман дейді. Алла Мусамен сөйлесті дейді. Яғни бірінші дейді хаят, екіншісі ілім, Алла біледі, үшіншісі басар, Алла тағала көруші, төртіншісі кәләм, Алла сөйлеуші, бесіншісі ирада дейміз, Алла тағала қалаушы. Алланың қалауынсыз ештеңе болмайды, құрметті бауырлар. Адамның емес Алланың дегені болады деген сөз бәріміз білеміз ғой. Сондықтан да Алланың қалауы болады. Алланың қалауынсыз сен істедің, мен үйттім десең,
күфірлік еткен боласың. Өйткені Алла саған күш қуат бермесе, сен ештеңе істей алмайсың. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне Алла тағала бір ескерту берген. Егер де сіздер пайғамбардың өмірін еске түсіретін болсаңыздар, бір күні мүшриктер яһудилерге барады. Яһудилер енді ол кезде оқымыстылар ғой, олар Таурат кітабы болды, олардың жағы дін адамдар болды, соларға барып айтады ғой, Мұхаммедке дейді саллаллаху алейхи вассаламға бір сондай бір сұрақ тауып беріңдерші дейді ғой. Біз сол сұрақты сұрағанда ол жауап бере алмайтындай болсын дейді ғой. Сонда яһудилер мүшриктерге 3 сұрақты айтады. Сендер осы 3 сұрақты барып жауап сұраңдар дейді ғой. Рас пайғамбар болса соған жауап береді, рас пайғамбар болмаса оған жауап бере алмайды дейді. Бірінші сұрақ дейді, рух жайында сұраңдар дейді, аруақ жайында сұраңдар дейді. Екінші сұрақ дейді, үңгірде ұзақ ұйықтаған адамдар жайында сұраңдар. Яғни ұзақ ұйықтаған адамдар жайында сұраңдар дейді ғой. Үшіншісі әлемді билеген патша жайында сұраңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, біз құсап тарих кітабын оқыған жоқ, интернетке, Википедияға кіре салып, жаңағы әлем патшасы деп сұрай, ол заманда жоқ. Пайғамбарымыз оқымаған, құрметті бауырлар, умми деп атайды. Пайғамбарымыз 40 жасына шейін әріп танымаған, оқымаған. Яғни ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сауатын Алла тағала өзі ашқан. Сондықтан да пайғамбарымыз ол тарихты білмейді ол нәрсені. Соны әдейілеп яһудилер, христиан жаңағы мүшриктерге айтады ғой, барып сұраңдар дейді ғой. Осы сұрақтың жауабын білсе, онда ол пайғамбар. Жауабын білмесе, онда ол жалғаншы дейді ғой. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп сұрайды ғой. Егер сен дейді рас пайғамбар болсаң дейді, саған 3 сұрақ сұраймыз дейді. Сол 3 сұраққа жауап берші дейді ғой. Біріншісі рух жайында айтшы бізге дейді. Екіншісі дейді әлемді билеген патша жайында айтшы дейді. Үшіншісі дейді ұзақ ұйықтаған адамдар жайында айтшы дейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ертең жауабын айтамын дейді. Ертең жауабын айтамын дейді. Содан ертесіне мүшриктер келеді, жауап бар ма? Жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағаладан уахи келмейді. Пайғамбарымыз қатты қысылады. Бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күн өтеді, 1 апта өтеді, 10 күн өтеді былайша айтқанда. 2 аптаға жақын уақыт өткеннен кейін барып пайғамбарымызға уахи келеді. Сол уақытқа шейін мүшриктер пайғамбарымызды жерден алып жерге салады. Ой, сен пайғамбар болсаң айтпайсың, кеше ертең айтамын деген едің, неге айтпайсың? Демек сен өтірік айтасың, сен жалғаншысың деген секілді мүшриктер пайғамбарымызға неше түрлі сөздер айта бастайды. Содан кейін барып Алла тағаладан аят келіп түседі. Кахф сүресінің үстіне аяттар келіп түседі. Сонда Алла тағала пайғамбарымызға былай дейді: егер де бір нәрсе жасайтын болсаң, айтатын болсаң, инша Алла деп айт дейді. Алла қаласа деп айт дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла тағаланың ескертуі. Содан кейін бар рух жайында аятты түсіреді Исра сүресінде. Сенен рух жайында сұрайды, сен оларға айт дейді. Рух жайында сендерге азғантай ғана мағлұмат бердім, қалғаны Раббымның құзырында деп айт дейді. Сондықтан осы отырған бәріміз, бүкіл ғалымдарымыз рух жайында том-том кітап жаза алмайды. Қысқа ғана жай қайрат болды. Яғни адамның жаны қай жақта, ешкім ол уақытқа шейін айта алмайды. Жоқ, оны айта алмаймыз біздер. Өлгеннен кейін сенің жаның келе ме, келмей ме, қайқа барады, оны ешкім нақты, мынандай аят бар, мынандай хадис бар деп нақты да айта алмаймыз. Өйткені Алла бізге кішкентай ғана мағлұмат берді, болды. Қалғанына иман етеміз, болды. Екінші сұраққа Кахф сүресін түсіріп отыр ғой. Кахф дегеніміз үңгір, пещера дейді ғой шында. Сол 300 жылдан асатын уақыт иман еткендердің үңгірде ұйықтап қалған жайында хикаяны келтіреді. Кахф сүресінде 18 сүреде Құранда ашсаңыздар болады оқуларыңызға. Үшіншісінде пайғамбар сол Кахф сүресінде Зулқарнайн жайында айтады. Әлемді билеген патша, 2 мүйіздің егесі деген сөз ғой Зулқарнайн. Әлемді билеген 4 патша болған, 2-і мұсылман, 2-і кәпір болған. Мұсылмандарды Зулқарнайн болған. Содан кейін барып Сүлеймен пайғамбар деп айтамыз. Ал енді христиан кәпір болғандардан біріншісі Намрут болған, екіншісі Бұхты Насыр деген болған. Міне осы жайында Құранда жағы Зулқарнайн жайында келтіреді. Міне қараңыздар, Алла 5-ші сипат айтқанда Алланың қалауынсыз ештеңе болмайды. Құранда Алла тағала айтады, бүкіл адамдар жиналып келіп, біреуге дейді, бір зиян жасауға тырысатын болса дейді, Алла қаламаса ештеңе болмайды дейді. Егер де Алла біреуді адастыратын болса, бүкіл адам келіп оны тура жолға салам десе де ештеңе шықпайды дейді. Бұл Алланың 5-ші сипаты. Кәлам сипаты дегеніміз Алла сөйлейді. Сөйлегенде Құран кәрімде айтады, бүкіл жер бетіндегі теңіз және соншалықты теңіз болса, жер бетіндегі бүкіл ағаштың барлығы қаламсап болатын болса, оны жазып Алланың сөзін жазатын болса, теңіздердің бәрі сия ретінде таусылып қалады дейді ғой, қараңызшы. Жер бетінде қанша теңіз бар, соның суын барлығы, яғни қаламсап ретінде сия сауыт болатын болса, сиясы бітіп қалады дейді, теңіз бітіп қалады дейді. Алланың кәләмі шексіз дейді. Бұл 5-шісі. Енді содан кейін бар құдірет дейтін Алланың сипаты бар. 6-шы сипат. Құдірет дегеніміз не? Алла шексіз құдірет иесі.
Алла бүкіл нәрсені жаратады, бүкіл нәрсені Алла өзінің құдіретіменен жоқ қылады, бар қылады Алланың қалауында. Мынау тарихта Индияны білесіздер ғой, қазіргі Үндістан. Сол жерде оларда жаңағы кришнаизм ғой, қазіргі иудаизм діні, сиырға табынады. Олардың өздерінің жаңағы өздерінің кітаптары бар, веда дейтін кітаптары бар, жаңағы олардың дін басылары бар, брахмандар дейді оларға. Міне соларда ислам діні кең етек алған кезде аббасидтердің дәуірінде, ол 750 жылдан кейін ғой. Сонда мұсылмандар сол жаққа енді жорыққа барады. Соларды енді шариғат бойынша білесіздер, ислам тарихында белгілі бір мемлекетке барған кезде яки бір қалаға барған кезде мұсылмандар тараптан сол елді мекенге 3 ұсыныс тасталады. Бірінші, мұсылман болу талап етеді. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулаллах деп айтыңдар дейді. Сендерге біз тиіспейміз дейді. Мұсылман бауырымыз ретінде құшақ жаямыз дейді. Егер де мұсылман болуды қаламайтын болсаңдар, екінші шартымыз ислам халифатын мойындаңдар және де салық төлеңдер дейді. Жизия дейді оған, салық төлеңдер дейді. Үшінші шартымыз дейді, 3 күн рұқсат береміз. Мұсылман болмасаң, ислам халифатын мойындамасаң, онда соғысамыз дейді ғой. Бүкіл жерде осындай талапты қойған ислам әскері барған кезде. Сонда сол үнділер ғой, кәдімгі үндістер, солар айтқан ғой, сендердің бізге дін адамдарын келсін, ғалымдарың бізге дінді түсіндіріп берсін, біздің дін адамдарымыздың дискуссияға келсін. Егер сендер жеңе алатын болсаңдар, бізге тұшымды жауап берсеңдер, біз дінді соғыспай қабылдайық дейді. Содан алғашқы ғалымдар жібереді. Олар мұхаддистер болған, тарихта айтады. Мұхаддистер дейміз, хадистанушылар дейміз, хадисті жатқа білетіндер. Оларға барып Алла жайында, хадис жайында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жайында түрлі дәлелдер айтады. Енді қараңыздар да, Аллаға сенбеген адам Құранға сене ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды қабыл етпеген адам пайғамбардың хадисіне тоқтай ма? Тоқтамайды, дұрыс па? Атеистке сен Құраннан дәлел келтіре алмайсың. Атеист адам онсыз Құдай жоқ деп тұрған адам, сен Құранда Алла Тағала құл хуаллаху ахад деп сенбейді, өйткені Құранға сенбейді, Құдайға сенбейді ол. Пайғамбарға сенбейтін адамға сен Сахих Бухариде, Муслимнен хадис әкелген түк пайдасы жоқ. Сонда сол жаңағы ғалымдарымыз ғылыми тұрдан бәрін түсіндіріп берсе де олар қабылдағысы келмейді, санасына жеткізбейді, қабылдай алмайды. Бір сұрақ сұрайды, сендер бізге жауап беріңдерші дейді. Құдай өзі секілді Құдай жарата ала ма дейді ғой. Қараңыздар, Құдай, Алла өзі секілді Құдай жарата аламайды. Ғалымдарымыз оған жауап бермейді. Егер жаратады десең, екі Құдай болады, дұрыс па? Жаратпайды десең, Алланың құдіреті жетпейді деген сөз шығады. Біз айтып күллі шайын қадир дейміз. Алла Тағала бүкіл нәрсеге күш құдірет жетеді. Алланың күші жетпейді ештеңе жоқ. Алла барлық нәрсені күн фаякун дейді. Бол дейді, бола салады, бітті. Біз ұқсап жаңағы әлсіз емес Алла Тағала. Алланың құдіреті шексіз. Содан кейін барып, мұсылмандар қайтқаннан кейін барып, халифаға бұл хабар жеткен кезде, ол кезде Махди деген халифа қайтадан жаңағы ғалымдар жібереді. Сол ғалымдар барған кезде, бір зынданда жатқан бір айтады ғой, мені жіберіңдер дейді. Мен олардың тасталқанын шығарам дейді ғой. Жауабын білесің бе? Жауабын білемін. Жіберіңдер, болып барып айтамын дейді. Сонымен үндістермен жаңағы Индияның жаңағы дін адамдармен бір столдың басына келеді. Сонда олардың сұрағы тағы да, Құдай өзі секілді Құдайды жарата ала ма дейді. Бізден барған ғалым кісі, мұсылман ғалым кісі айтады, иә жаратады дейді, бірақ ол Құдай болмайды дейді. Жауап болды, міне қарапайым ғана. Құдай өзі секілді Құдай жаратады, бірақ ол Құдай емес дейді, ол мақлұқ болады дейді, мақлұқ. Сөйтіп содан кейін барып, үндістер жеңілгеннен кейін барып, ислам дінін қабылдады. Қазір жер бетіндегі ең көп мұсылмандар Индияда. Пакистан Индиядан бөлініп шықты. 70-ші жылдардан бөлініп шықты. Бангладеш Индиядан бөлініп шықты. Олар барлығы сол Индияның қарауындағы мемлекеттер етін. Қазір Индияның Кашмир дейтін жері бар. Яғни 200 миллиондай мұсылман бар. Пакистанда 180 миллион, Бангладешінде 165 миллион мұсылман бар. Солардың барлығы соғыссыз-ақ сол кезде исламдың осындай хикметпенен, ғылымменен қабылдағандар. Міне, бұл Алланың қалауымен болатын дүние. Алланың құдірет деген сипат бар. Қайталап айтамыз, біріншіден Алланың хаят дейтін сипаты бар. Ол Алла тірі. Екінші, Алла алим, Алла бәрін білуші. Үшінші, басир, Алла Тағала бүкіл нәрсені көруші. Төртінші, Алланың кәлам дейтін сипаты бар. Алла сөйлейді. Бесінші, Алла Тағаланың ирада дейтін сипаты бар. Алла қалайды. Алтыншы, Алла Тағаланың құдірет дейтін сипаты бар. Яғни Алла Тағала барлық нәрсеге құдірет жетеді. Жетінші, Алла Тағаланың таквин дейтін сипаты бар. Яғни бұл Алла Тағаланың жаратылыс, бүкіл нәрсені жаратуға күш құдіреті жетеді деген сипат Алла Тағаланың. Яғни Алла Тағала міне осындай сипаттарменен Алланы біздер танимыз. Алла Тағалаға осылай иман етеміз.
Енді Алла тағаланы біз алим дейміз, басир дейміз, хаят дейміз, құдірет дейміз, кәләм дейміз. Алла тағаланың сипаттарын осылайша біз санамалап Аллаға иман етеміз. Әрине Алла тағаланың өзінің тағы да осы сипаттарының ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистеріне сүйене отырып, және де Құрандағы аяттарға сүйене отырып 99 есіміменен танимыз Алланы. Алла тағаланың 99 есімі. Хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кімде-кім Алла тағаланың 99 есімін жатқа білетін болса мағынасымен, ол адамға жәннат уәжіп болады дейді. Қараңызшы, Алланың 99 есіміменен жатқа білетін адамға жәннат уәжіп болады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың исмі азам дейтін дұғасы, есімдері бар дейді. Ұлы есімдері бар Алла тағаланың. Алла тағаланың қандай ұлы есімі бар дейтін болсақ, хадистерге сүйене отырып ғұламаларымыз Алланың 3 есімін атайып шығады. Біріншісі Алла деген, бұл Алланың ең ұлы есімі. Екіншісі Әл-Хайюл Қайюм, үшіншісі Зул Джалали вал Икрам. Осы 3 сөз, осы 3 сипат Алланың ең ұлы сипаттары. Кімде-кім Алла тағаланың ең ұлы сипаттарымен дұға ететін болса дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алла оның дұғасын қабыл қылады дейді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыз айтады ғой, Алла маған сондай бір дұғаны үйретті дейді. Сол дұғамен кім Аллаға дұға ететін болса, оның дұғасын Алла қабыл қылады дейді. Сонда Хазірет Айша анамыз айтады ғой, Алланың елшісі, маған сол дұғадан үйретесіз бе дейді. Пайғамбарымыз, жоқ, болмайды Айша дейді. Алланың елшісі, неге болмайды дейді ғой. Сен дейді, ол дұғаменен дүниелік нәрсе сұрап қоюың мүмкін дейді ғой. Дүниелік нәрсе саған болмайды дейді. Сонда Хазірет Айша анамыз пайғамбарымыздың қасына барады, пайғамбарымыздан тағы өтініп сұрайды. Пайғамбарымыз айтпағаннан кейін реніш білдіргендей сыртқа шығады да дәретін алып келіп 2 рәкат намаз оқиды. Сөйтіп 2 рәкат намаз оқығаннан кейін қолын жайып Аллаға дұға жасайды. Яғни ей рахман болған Аллахым, рахим болған Аллахым, Әл-Хайюл Қайюм, Зул Джалали вал Икрам болған Аллахым, алим болған Аллахым деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы хадисіне келтіргенде солар Алланың бірнеше ұлы есімдерін, 99 есімдердің ішінен атап Аллаға жалбарынады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны естіп көріп отқаннан кейін Хазірет Айша анамыз айтады, ей Айша дейді, яғни сен дейді Алланың маған үйреткен дұғасымен дұға жасадың ғой дейді ғой. Сондықтан да бұл исмі азам дұғасы дейді, ұлы есім, яғни ұлы дұға деген сөз. Алланың 99 есімін атап тұрып Аллаға дұға жасасаң, Алла қабыл қылады. Өйткені Құранда аят айтады, Аллаға Алла деп, Рахман деп, Рахим деп дұға жасасаңдар да, қайсы дұғасымен, қай есіммен жасасаңдар да, Алла қабыл етеді. Яғни бұл Алла тағалаға біздің сеніміміз. Енді құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге тағы да бір сүйіншін айтқан. Қиямет қайымда ақиретте Алла тағаланың дидарын, жамалын көруді. Яғни Алланы көруді. Бір күні сахабалармен кетіп баратында пайғамбарымыз толған ай дейміз ғой, аспандағы толған айды көрсетеді. Толған ай айдың 14-інде 15-інде көрінеді, дұп-думалақ болып. Сонда пайғамбарымыз айтады, анау отырған айды көргендей дейді. Қияметте, ақиретте ана дүниеде Раббыларыңды солай көресіңдер дейді ғой. Яғни айды көргендей дейді. Алланы көру ол ең үлкен бақыт мұсылман үшін. Ең үлкен бақыт. Сол Алла тағаланы ақиретте көруге пайғамбарымыз осылай деп бұйырған. Сондықтан да мұсылман ғалымдарымыз біздердің Алланың дидарын көруді, Алланы ақиретте көруді нәсіп ет деп дұға жасайтын себебі сол. Өйткені ол жәннаттағыларға көрінеді. Жәннатта 8 жәннат бар. 8 жәннаттың 8 қақпасы болады. Сол қақпалардан әрбір адамның дәрежесіне қарап жәннатқа кіретіндігін пайғамбарымыз бұйырып отыр. Міне бұл Аллаға иманымыздың ең бірінші айтылуы керек болған. Біз Аллаға осылай деп иман келтіреміз. Алла тағала жалғыз, Алла бар, Алланың ешқандай серігі жоқ. Яғни Алла өздігінен бар, ештеңеге мұқтаж емес деп Аллаға осылай иман етеміз. Әрине кім Аллаға сенген болса, шынайы ол бірінші иман еткен болғаны. Екінші, Алла тағаланың періштелеріне дейміз. Кезегімен келген кезде Алланың періштелері. Яғни періштеге сенуді Алла тағала бізге иманнан қылды. Неге? Өйткені періште болмаса, періштеге кім қарсы келсе, мен періштеге сенбеймін дейтін болса, біріншіден Алла тағалаға сенбеген болады. Екіншіден, Алланың жіберетін қасиетті кітаптарын терістеген болады. Үшіншіден, періште кімге келеді? Періште пайғамбарға келеді. Пайғамбарларына да сенбеген болады. Олай болатын болса, періштеге сену біздің дінімізде өте маңызды. Әрине, періште қашан жаратылды, неден жаратылды, біз ол нәрсені нақты біле алмаймыз, қашан жаратылғандығын. Біздің нақты білетініміз періште нұрдан жаратылған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, адам дейді, топырақтан жаратылды, жын дейді, жаңағы түтінсіз оттан жаратылды дейді, періште нұрдан жаратылды дейді. Қайталап айтам. Яғни адам топырақтан жаратылды, жын мен шайтан енді екеуі бір ғой. Жын, шайтан бұл
түтінсіз оттан жаратылды дейді. Періште болатын болса, бұл нұрдан жаратылды дейді. Бұған қатысты Құран кәрімде әрине періштенің нұрдан жаратылғанына қатысты аят жоқ, бірақ хадис бар. Ал адамға қатысты, жынға қатысты Алла Тағала Құранда айтады: «Халақал инсана мин салсалин кал фаххар ва халақал жанна мин мариджин мин нар» дейді. Адамды кеуіп қалған, сыңғырлап кеуіп қалған топырақтан жараттық дейді. Жынды түтінсіз оттан жараттық дейді. Түтінсіз от бола ма? Болады әрине. Үйде газды жағасын, газда түтін шықпайды ғой. Яғни біздің санамызда түтінсіз от мысалы онда. Міне, ал шайтан, жын бұның барлығы көзге көрінбейтін Алланың мақлұқы. Енді осы періштені ең бірінші періште жаратылған. Періштеден кейін барып жын жаратылған. Жыннан ішінен ібліс шығады, ібліс. Біз періштеге сенеміз. Жын шайтанның бар екендігіне сенеміз. Одан кейін барып адамды жаратты. Сонда бұл енді періштенің қызметіне Алла Тағала әрине бүкіл жер бетіндегі бүкіл жаңағы болмысты болып жатқан тіршіліктің барлығын Алла өз құдіретімен жасайды. Бірақ дегенмен де кейбір періштелерге сол қызметтерге жауапты қылды. Мысалы, үлкен 4 періште бар, біз оған иман етеміз. Бірінші Жәбірайыл періште. Жәбірайыл періште тек қана пайғамбарларға уахи алып келеді. Кім айтса, мен Жәбірайылді көрдім, Жәбірайыл маған көрінді десе, ол адам күпір еткен болады. Өйткені Жәбірайыл тек қана пайғамбарларға келеді. Демек, сен пайғамбармын деп айтқың келіп тұрма деген ұғым шығады бұл жерден. Ал кім сондай дейтін болса, діннен шығады. Өйткені неге? Соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Екінші, Микаил періштеге Алла Тағала осы табиғаттың бүкіл заңдылығын берді. Жауынның жауындыруы, яки болмаса жел дейміз ба, күннің шығуы, батуы, табиғаттың бүкіл жағдайы. Үшінші, Әзірайыл періштеге тірі жанның мақлұқаттың жанын алуды Әзірайыл періштеге міндеттеді. Яғни Мәләкүл Маут дейміз, жан алушы періште дейміз. Төртіншісі Исрафил періште дейміз. Жәбірайыл періштенің миссиясы соңғы пайғамбар саллаллаху алейхи менен тоқтады. Былайша айтқанда басқа енді ешбір пайғамбарға келмейді, пайғамбар жоқ енді. Соңғы оның Алладан алып келгені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран кәрім еді. Енді ол ешбір адамзатқа келмейді. Яғни ол вахи алып келетін, оның Алла Тағаланың құзырындағы оның қызметі сонымен пайғамбарымызбен шектеледі ол. Одан кейін Микаил періштенің бүкіл қызметі осы табиғатта. Әзірайыл періштенің оның қызметі ол бүкіл жер бетіндегі адамзат мақұлқаттың барлығы өлгенге дейін. Және Исрафил періштенің екі қызметі бар. Ол Құранда айтылғандай, бірінші сұр үрлеген кезде ақыр заман болады. Ақыр заман болған кезде мынау көріп тұрған дүниеміздің барлығы астан кестеңі шығып, тасталқан шығады. Жер бетінде ешқандай тіршілік аты қалмайды. Осы 2012 21 желтоқсан дегенде бір сандырақтадық қой бәріміз. Жағы свечаларды алып, жағы не дешеді, келкелерді алып, бүңкір қазып, жердің астына түсіп, ақыр заман болып кетсе, сойлы біраз күнге шейін күн көретіндей спичкалердің бәрін жинап өзімізше жасаған пендешілігіміз болды ғой. Ұмытпаңыз, ақыр заман келсе ешкім тірі қалмайды. Ол Құран кәрімде жазылған. Ақыр заманда ешкім тірі қалмайды. Алла Тағала мына жер бетіндегі бүкіл тіршілік атауын тасталқан шығарады. Аспан деп көріп тұрған бар ма? Бұл аспан емес, құрметті бауырлар. Ол Құранда айтқандай, еріп жер бетінде еріп кен құсап еріп түседі дейді. Кен дегенімізде темір ғой. Балқыған темір секілді жерге түседі дейді. Жердегі көріп тұрған тауларың дейді, түтілген жүн секілді шашылып кететін болады дейді. Жер бетінде типыл болып тіршілік атаулар тоқтайды. Бірінші сұр үрлеген кезде. Екінші сұр үрлеген кезде біз қайта тірілеміз. Алланың алдында есеп беру үшін ақыретте қайта тірілеміз. Міне сол уақыттағы сипаттаған кезде хадисте келеді ғой. Яғни ақыр заман болып Исрафил періште сұрды үрлеген кезде Әзірайыл періште бүкіл бәрін жанына алады. Әзірайыл періштен сұрайды екен: "Ей Әзірайыл, кім қалды?" дегенде, "Жаббар ием, сен қалдың, мен қалдым" және де Исрафил қалды дейді екен. Исрафилдің жанын ал дейді. Періштенің жанына алады. Сонда Алла Тағала тағы да сұрайды: "Ей Әзірайыл, кім қалды?" дейді. "Жаббар ием, сен қалдың және мен қалдым" дейді. "Өзіңнің жаныңды ал" дейді. Ең соңында Әзірайыл періште өз жанын өзі алады. Содан қайта тіріліп Исрафил періштеге жан бергеннен кейін ол екінші сұрға үрлейді. Екінші сұр үрлеген кезде бүкіл жер бетінде Адам алейхиссаламнан бастап ақыр заманға дейін қанша мың жыл өткен болса, қанша миллиард адам өткен болса, барлығы өлген жеріне қайта тіріледі. Алла рухтарын береді. Сөйтіп махшар алаңы жинады. Қазір оғанда тоқталамыз. Яғни бұл періштелердің қызметтеріне 4 үлкен періште бар. Содан кейін Алла Тағала Құранда айтқандай, біз бұған иман етеміз, құрметті бауырлар. Кім періштеге иман етпейтін болса, діннен шығып кетеді. Құранда Алла айтады, әр адамның екі иығында екі періште болады. Кираман катибин дейді. Оң иығында жақсылығын жазатын, сол иығында жаманшылығын жазатын періште болады. Олардың қызметі сол. Әрбіріміз балиғат жасына толғаннан жанымыз шығып кеткенге дейін олар оны жазып отырады.
Құранда ардақты хатшылар дейді. Хатшы, секретарша деген секілді ардақты хатшылар жазып отырады. Сенің аузыңнан не шығады, не істесең, мына оң иықтағы періште жазады. Одан сен өшіріп тасташы деп айта алмайсың. Ол жазылды, болды. Сол иықтағы нәрсені де сенің аузынан шыққан жаманшылығыңды, істеген қылмысыңды, күнәңнің бүкіл бәрін мына періште жазып отырады. Амал дәптері дейміз. Әрбір адамның сол амал дәптері арқылы ана дүниеге барғанда сен сол бойынша есепке тартыласың. Сол бойынша есепке тартыласың. Енді тағы да періште бар. Кирамен катибинен кейін барып накир мункар дейтін періште бар. Қабірдегі әрбіріміз өлгеннен кейін қабірге біз алып барып көмеді ме? Көмгеннен кейін тықырлаған адамның соңғы аяғының тықырлаған дауысы кеткеннен кейін өлген жеріңнен Алла саған жаныңды береді. Екі періште сенің алдында тұрып, сол екі періште сен сұрақ жауапқа тартылатын болсың. Накир мункар дейтін періште болады. Сонан кейін барып тағы да Құранда айтқандай хамалай арш дейді. Алла тағаланың аршын көтеріп тұратын 8 періште болады дейді. Хаққа сүресінің 17-ші аятында келеді. Яғни 29-ші парада ол Хаққа сүресі. Сол жерде 17-ші аятта айтады, Алланың аршысын 8 періште көтеріп тұрады дейді. Сол періштеге қатысты хадистерде келеді. Жабраил періште үлкен болған, үлкен періште. Ол бір қанатын жайған кезде, мынау 6 айлық жол секілді бүкіл горизонтты, көкжиекті жауып қалатын үлкен Жабраил періште. Яғни өзінің шынайы бейнесін. Өйткені періштелердің қанаты болады. 2 қанат, 3 қанат, 4 қанат, 6 қанат деген Құранда айтады. Қанаттары бар періштелердің, ұшады. Олардың жылдамдығы өте жылдам. Сол Жабраил періштенің жер бетіндегі үлкендігін көз алдарыңызда елестетіп көріңдерші, хадисте келтіргенде. Үлкендігі, яғни бір қанатын жайған кезде қаншама жерді жауып қалатындай болса, хамалай арш періштесі дейді. Алланың аршысын тағын көтеретін. Арша деген нәрсені естіген шығарсыздар. Сол аршыны көтеретін 8 періште, үстеріне 8 періште көтеріп тұрады дейді Құранда. Сол періштелердің құзырында дейді, Жабраил періште дейді, шыбын секілді ұрды. Мынау кім деп сұрайтын болады дейді. Мынау кім Жабраил? Бұл Жабраил деп айтады екен. Кішкентай ғана ғой деп айтады екен олар. Жабраил періштені. Сол хамалай арш періштесін. Сол былайша айтқан кездегі періштелердің қызметтері осылай кете береді. Хафаза періштелер деген болады. Әрбір адамның жанында жүретін періште. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтпайды ме? Ілім жолына түссе кім дейді? Оның әрбір жаңағы қадамының астында періште қанатын жаяды дейді бүйтіп. Хадисте естіген шығарсыздар. Кімде хадисте келеді, кім имам долин дегенде әмин дейтін болса, сол періштенің әминіне сәйкес ететін болса, оның дұғасы қабыл болып күнәсі кешіреді деген хадисті бәріміз білеміз ғой. Бірақ оны біз іштен айтамыз, оны хадисте келгенде іштен айтамыз. Және де асыр намазында сапқа тұратын, таң намазында сапқа тұратын, сен дұға жасағанда әмин дейтін, жұма күні есіктің алдында тұрып, әрбір кірген адамдарды тізімін алып отыратын, яғни бірінші пайғамбарымыз айтты, жұма күні кім бірінші ерте келсе, бір түйені құрбандыққа садақаға шалғандай, садақа бергенде сауап болады, екінші күні сиыр, үшінші күнде қой дейді, ең соңғылары жақ жұмыртқаның үлкендігіне садақа бергенде сауап болады дейді ғой. Ең соңында имам құтпаға шыққан кезде екі періште амал дәптерін жауып, оларда құтпаны тыңдайды деген хадисте. Яғни бұл пайғамбарымыздың періштелердің көптігін білдіреді. Періште біздің айналамыздың бәрінде періште. Бірақ та сол періштелердің біз үшін үлкен, былайша айтқан кезде Аллаға дұға жасап жатқандығын біз біріміз білсек, біріміз білмейміз. Сол періштелердің біздің айналамыздағы періштелердің рахмет періштелер дейміз. Солардың барлығын жеңіп кететін бір ғана мақлұқ бар, ол шайтан. Шайтан. Яғни әрбір адамның бір шайтаны болады. Бұл сол періште иман ету мәселесіне кіреді ғой. Яғни әрбір адам бір шайтаны болады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түнде тұрады, түннің бір уақытында тұрып үйінен шығады. Сонда Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әр әйелінің үйінде күнде жаңағы кезек бойынша қалады ғой. Сонда айтады, мен дейді ішімде қызғаныш сезім биледі дейді. Сөйтінде пайғамбарымызды тұрып артынан қарай бастадым дейді. Қай жұбайының үйіне барады екен деп артынан қарадым дейді. Пайғамбарымыз ешқайда бұрылмастан дейді, Жәннәтул Бақиға бар дейді. Қажылыққа барғандарыңыз бар ма араларыңызда? Пайғамбардың мешіті осы болса, андай бір 100 метр жерде қабірстан бар, Жәннәтул Бақи деп атайды. Солай қарай барды дейді, өзінің қаза тапқан шахид болған сахабаларына барып дұға жасап жатқанын көрдім дейді. Сөйтімде дейді, қайтадан жүгіріп келіп дейді, төсегіме жата қалдым дейді. Артымша пайғамбарым кірді дейді. Сол кезде мен ентігіп жатырмын дейді. Енді тез келген адам жатса, деп демалады ғой, ентігеді. Сонда пайғамбарым сұрады, Айша, саған не болды дейді? Сені шайтан мазғырып жатыр дейді ғой. Алланың елшісі, сіз де тұлғаны қызған болу мүмкін емес қой. Мен сізді қай жұбайына барады екен деп, сонда қызғаныш сәті бір сәт мені билетті, артыңыздан қарадым дейді. Сіз Жәннәтул Бақиға бар дұға жасағаныңыз көргеннен қайтып келіп жатып қалдым дейді ғой. Сені шайтан азғырды ма дейді ғой. Сонда қалай болады дейді. Әр адам шайтаны бар ма дейді. Әрбір адамның шайтаны бар дейді. Сіздіңші дейді.
менің де шайтаным бар, бірақ ол мұсылман қылдым оны дейді ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Яғни сіздің айналаңызда қанша рахмет періштесі болғанмен бір шайтан сіздің тасталқаныңызды шығарады ғой, бірақ шайтан. Өйткені шайтанның міндеті сені мені азғыру. Құран кәрімде Али Имран сүресінде айтады, яғни шайтанға Алла тағала адам атаны жаратқаннан кейін барып періштелердің бәріне, бүкіл періштелерге сәжде жаса деген кезде айтады, фасажадул малаика илля иблис деп келеді. Бүкіл періштелер сәжде жасады, тек қана іблістен басқа дейді. Сонда Алла айтады ғой, Ағраф сүресінде келеді, ей ібліс дейді, сен неге сәжде жасамадың дегенде іблістің айтқаны, я Раббым, мен адамнан артықпын дейді, мен одан артық жаратылдым дейді, мені оттан жараттың, оны топырақтан жараттың дейді. Алла тағала айтады, менің құзырымда бұлай тәкаппарлануға рұқсат етілмейді, құзырымнан кет дейді, сен қуылдың дейді ғой. Сонда шайтан айтады, е Алла дейді, маған дейді бір мұрсат бер дейді, мұрсат, мүмкіндік бер дейді ғой, қияметке шейін маған ғұмыр бер дейді, сен мұрсат берілгендерденсің дейді, саған мүмкіндік берілгендесің. Яғни қияметке шейін өлмейді шайтан. Сонда шайтан айтады, е Алла дейді, осы адам үшін мені қуған болсаң, онда мен бұл сенің адамыңды дейді, алдынан, оңынан, астынан, үстінен, жанынан, жан-жағынан келемін де бұны азғырамын дейді. Сөйтіп саған шүкір ететін пенделерінің қатарын азайтамын дейді ғой. Яғни саған шүкір ететіндердің санын аз көресің дейді. Мен алдаймын, азғырамын дейді. Сонда Алла айтады Құранда, яғни сен дейді менің салих пенделерімді азғыра алмайсың. Кім сенің артынан кететін болса, олардың барлығын баратын жері тозақ дейді. Сөйтіп Адам алейхиссаламға, Хауанаға ескерту береді. Бірақ енді ол ұзақ әңгіме ғой, тек қысқаша айтқанда, ең бірінші Адам алейхиссалам жұмақтан шығуына себеп болды, өздеріңіз білесіздер. Енді одан кейін барып сіз бен біздің азғыруға көшеді шайтан. Осы бәріміздің санамызда сан түрлі сұрақты, күмәнді туғызып, біздің нәпсімізге ауыр келтіріп бүкіл затта. Біз жаңағы намаз оқуға, яки болмаса күнәлі істемеуге келген кезімізде қатты қинала бастаймыз. Тіптен біз құлшылыққа, намазға келіп тұрған сәтімізде шайтан бізді азғырады. Өйткені алдынан, оңынан, солынан, артынан келем дейді ғой. Сен намазға келіп тұрасың, бірден сенің ойың келеді. Пәленшеге қарыз едім, қазір шыққан, ананы істеймін, анаған барам, анаған істеуім керек, ана жұмысқа кіріп, Айдосқа жолым керек, немесе Сәбитке барым керек, ананы істеуім керек, кітапты ашуым керек, біреуге қарызым бар еді, магазинге барым керек. Сен намазда тұрып сол жоспарды жасай бастайсың. Намаздан қалай шығасың? Ештеңе жоқ санаңда. Дәретханаға кірсең, Құран оқығың келеді. Яки болмаса бір хадисті айтқың келеді ғой, дәретханаға кірсең. Шайтан өйткені сені күнәлі іске зорлайды, күнәлі іске. Өйткені шайтанға көшедегі мас болып жүрген, яки болмаса жезөкшелікпен айналысып, олар керек емес, өйткені олар оның әскер болды же. Оған кім керек? Сіз секілді намазға жығылатын адамды жолдан тайдыру керек. Сондықтан ол барын салады, барын. Ол хадисте келтірілген оның барлығы. Сондықтан мен қысқаша өтіп атқаным ғой. Және де айтатын дүние, кім періштелердің біреуіне қарсы келсе, яки оны дұшпан көрсе, яки сенбесе, иман еткен болмайды. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мәдинаға көшіп барады ғой, хижра жасап. Сол кезде яһудилерге түрлі сауалдарына жауап береді. Бүкіл нәрсесіне мұғжиза көрсетсе, пайғамбарымыз мұғжиза көрсетеді. Сұрақ берсе, сұрағына жауап береді. Не керек? Бүкіл бәрін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яһудилер үшін айтып жауаптап береді, бірақ олар иман еткісі келмейді. Яһудилер неге иман етпеді, білесіздер ма? Неге иман етпеді? Өйткені яһудилер былай деді: соңғы ақырғы пайғамбар арабтан емес, яһудиден келеді деп олар күтті. Бірақ адамның емес, Алланың дегені болады. Соңғы ақырғы пайғамбар арабтан келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям араб ұлтынан ғой. Сол үшін яһудилер пайғамбарымызға иман еткісі келмеді, өйткені өз ұлтынан болмағандықтан. Сонда яһудилер енді пайғамбарымыздың бүкіл сұрақ жауап бергеннен кейін бір сылтау табу керек қой. Не істейді? Ең соңғы бір сұрақтарын сұрайды. Ей Мұхаммед дейді саллаллаху алейхи ва саллям, саған дейді қандай періште уахи алып келеді дейді ғой. Мен жаңа айтып өттім, 4 періштенің қызметінің ішіндегі Жәбірәйіл періште бүкіл пайғамбарларға уахи алып келген. Маған Жәбірәйіл періште уахи алып келеді дейді ғой. Микаил періште уахи алып келгенде саған иман етеді дейді ғой. Біз Жәбірәйілге дұшпанбыз, Жәбірәйіл жек көреміз дейді ғой. Қараңызшы. Бұл Құранда Бақара сүресінде келтіреді. Алла тағала айтады: кім Микаилге, Жәбірәйілге, Исрафилге дұшпан болса, Аллаға қарсы дұшпан болған дейді. Яғни бұның барлығы бізге қатысты, құрмет барлығы. Періште бар, бітті. Бірақ періштенің саны біз білмейміз. Періштенің саны жайында біз нақты ештеңе айта алмаймыз. Біз білетініміз әрбір жауынның, жаңбырдың бір тамшысын, қардың бір ұлпасын бір періште жерге алып түсетінін білеміз тек қана. Сол періштелердің екінші рет кезегі қияметке шейін келмейді деп келеді.
Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғражда өткенде білесіздер, миғражда уағыз айтқан кезде айтқан шығар, яғни көк қабатына көтерілгенде байтул маъмур дейді, көктегі қағба сияқты байтул маъмурда дейді періштелер тауаф жасайды дейді. Олар тауаф еткен кезде келесі періштелер қайтып айналып келгенге дейін дейді қияметке шейін оларға кезек келмейді дейді. Соншалықты періштенің көптігін айтады. Міне періште өте көп, бірақ біз тек періштенің бар екендігіне, осындай Алла Құранда бізге білдіргендігіне иман етеміз. Енді бұл екінші біздің иман негізіміз. Үшінші, қасиетті кітаптарға сенеміз. Қараңызшы, бірінші Аллаға, Алладан кейін барып жерге жердегі пайғамбардың алып келетін періштенің алып келетін кітабына иман етеміз. Біз екінші кезекте пайғамбар деген жоқпыз. Алла, пайғамбар, ақырет деген жоқпыз. Бірінші Алла. Содан кейін Алланың әмірін жеткізуші періштеге. Періште Алланың әмірін жеткізгенде оған уахи дейміз, кітап дейміз бұған. Міне осы кітаптарға Алла Тағала жер бетіне 124 мың пайғамбар жіберген болса, сол пайғамбарлардың барлығына Алла Тағала өзінің әмір тыйымдарын жеткізді. Әмір тыйымдарын кітап қалінде түсірді, немесе оларға парақшалар қалінде түсірді. Алла өйткені адамзатқа өзінің бұйрықтарын осы шариғат арқылы түсірді. Біз білетіндей үлкен 4 кітапқа иман етеміз. Тауратқа бірінші, екінші Забурға, үшінші Инжилге, төртінші Құран Кәрімге. Бұл 4 кітапқа иман етеміз. Ал одан басқа да 100 парақ бар. Парақша дейміз. Ана А'ла сүресінде айтады: "Саббих исма раббикал а'лада". Яғни Сухуф Ибрахима ва Муса дейді. Муса менен Ибрахимге түскен парақшалар дейді. Сондықтан да біздің кітабымызды келтіргендей 100 парақша түскен пайғамбарларға. Бұл кітапша парақтарды не үшін түсіреді Алла Тағала? Әмір мен тыйымдарының ұзақ уақытқа шейін адамдардың арасында қағаз жүзінде сақталып, пайғамбар дүниеден өткеннен кейін оның ұрпақтары сол әмір тыйымдармен, шариғатпен жүру үшін түсіреді. Ең бірінші үлкен кітаптардан Таурат түсті. Таурат сол Мұса пайғамбарға түсті. Мұса пайғамбар біздің дәуірімізден алдын 1250 жыл бұрын Мысырдан Палестинаға көшіп келеді. Қызыл теңізден өткен сәті бар емес пе еді? Теңіз екіге жарылып өткен сәті. Сол біздің ерамыздан 1250 жыл бұрын болған. Біз қазір 2015 болса, одан алыс ары қарай 1250 жыл бұрын. Содан Палестина, ол Канаан деп атайды, Канаан. Сол жер Палестина, қазір Палестина дейміз, сол жерге көшіп келіп, сол жерде жаңағы Тур Сина дейміз, Синай тауында пайғамбар Мұса алейхиссаламға Алла Тағала Таурат кітабын түсіреді. Таурат кітабын. Таурат кітабы, қазір біз білетін Таурат кітабы оригинал Таурат кітабы емес. Таурат кітабының 3 нұсқасы бар. Ибрит тілінде, еврейдің тілінде бар, еврей тілінде. Содан кейін бар самири тілінде бар, содан кейін бар грек тілінде бар. 3 түрлі нұсқасы бір-біріне келмейтін жерлері бар. Сондықтан да оригинал Таурат кітабы жоқ. Біз иман етеміз тек қана оригинал Таурат кітабына. Сол Таурат кітабының 5 бөлімі тұрады. Бізде мысалы Құран Кәрімнің аяттары, сүрелері 2 сүреден бөлінеді. Біреуі меккелік сүрелер, екіншісі мәдиналық сүрелер. Дұрыс қой. Ал олардың кітаптарында 5 бөлім болады, жаратылыс бөлімі деген болады. Сонан кейін барып, жаратылыстан кейін барып жаңағы Мұса пайғамбардың Мысырдан шығу бөлімі болады. Бір жаратылыс бөлімінде әлемнің жаратылуы, адам атаның Нұх пайғамбардың жаратылуы секілді. Екінші Мұса пайғамбардың жаңағы Израильдердің көрген қорлықтар, олардың Палестинадан көшуі жайында. Үшіншісінде Мұса пайғамбардың жаңағы уақытындағы болған дүниелер. Төртінші олардың діни үкімдері жазылады. Бесіншіде Мұса пайғамбардан кейінгі жағдайлар жазылады. Міне, бұл Таурат кітабындағы дүниелер, бірақ та біз ол Таурат кітабына иман келтірмейміз, бауырлар. Қазіргісіне біз Алладан түскен түп нұсқаға иман келтіреміз. Екінші кітап Забур кітабы. Бұл Дауд пайғамбарға түсті. Дауд пайғамбар Мұса пайғамбардан кейін өмір сүреді. Дауд пайғамбар 1071 жылы патша болған, 40 жыл патша болған кісі. Дауд пайғамбардан кейін барып Сүлеймен пайғамбар келеді. Осылайша жаңағы Дауд пайғамбарға Забур кітабы түсіп, ол Забур кітабы өлең жырлар халінде түскен. Оның қазір оригиналы жоқ, тек қана үзінділері ғана бар Таурат кітабының ішінде. Сонан кейін барып Иса пайғамбарға Алла Тағала Инжил кітабын түсірді. Иса пайғамбар біздің жыл санауымыздан 1-ші жыл дүниеге келген болса, ол кісі 33 жыл өмір сүрді. Мұса пайғамбар 120 жыл өмір сүрген болса, Иса пайғамбар 33 жыл өмір сүрді. Сонда 1-ші жыл дүниеге келсе, 33 жыл дүниеден озды деген сөз. Яғни ол христианның календары бойынша. Сонда Алла Тағала оған 30 жасында пайғамбар берген болса, оған Инжил кітабын түсірді. Инжил кітабы, сол кездегі Инжил кітабы қазіргі Инжил кітабымен мүлдем сәйкеспейді. Өйткені бір Инжил кітабы еді, қазір 4 Инжил кітабы бар. Матта
кітабы, Матвей кітабы, Жохан кітабы, Лука кітабы дейді. Төртеуі де адам, төртеуі де философ, төртеуі өз заманның оқымысты жазушылары болған. Сол төрт адамның атыменен төрт кітап. Бұлардың барлығы бір Інжіл кітабының, қазір Библия деген бір Інжіл кітапты құрайды. Матта, Матвей, Жохан, Лука деп атайтын. Бұл кітаптардың біз оригиналына иман етеміз. Қазіргі Інжіл кітабына иман етпейміз. Иса пайғамбардан кейін 500 жылдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келді. 610 жыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болып 40 жасында Алладан қасиетті кітап түсті, Құран түсті. Пайғамбарымызға түскен Құран кітап 23 жылда түсті. Таурат, Забур, Інжілдер кітап қалінде түсті. Бірден түсті. Ал біздің Құранымыз 23 жылда түсті. Ал 23 жылдың ішінде сүре аят болып түсуімен бірге қаншама сахабалардың Құранды жаттап алып қари болуына үлкен мүмкіндік келтірді. Ал Мұса пайғамбардың заманында оқу жазу деген нәрсе кенже болды. Иса пайғамбардың заманында оқу жазу кенже болды. Және олардың үмметтері аз болып, бұл кітапты бірден кітап қалында түскеннен кейін жаттаулары өте аз болды жаттағандар. Пайғамбарымыздың уақытында көптеген сахабалар Құранды жатқа білді. Пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін үлкен бір шайқас болған еді. Ямама дейтін шайқас болған. Естеріңізде болса, Мұсайлиматул Каззаб деген жалғаншы Мұсайлимен болған соғыста Абу Бәкірдің тұсында. Пайғамбардан кейін 6 айдан кейін соғыс болады бұл. Сол кезде 6 айға жетер-жетпес аралықта соғыс ғой. 70 қари шахид болады бір соғыста. Енді есептей беріңіз, қанша қари болғандығын. Пайғамбар қайтыс болған кездегі бір соғыста 70 қари шахид болып тұр. Ал Мұса пайғамбардың, Иса пайғамбардың, Дәуд пайғамбардың тұсында 70 адам өздерінің кітаптарын толық жаттаған жоқ олар. Өйткені оларға ондай бір мүмкіншілік болмады. Міне осылайша 4 қасиетті кітапты Алла Тағала бізге түсірді ме, осы 4 қасиетті кітапқа біз иман етеміз. Енді бір мұсылман Библияның, Таураттың, Забурдың алдында қандай міндеті бар? Саған біреу келсе, Библияда былай деген десе, Тауратта мынандай деп айтқан болса, сен не істейсің? Сенесің бе, сенбейсің бе? Ол Алладан түскен кітап қой дейді, сен іркіліп қаласың. Бұндай жағдайда пайғамбарымызға сахабалар айтады: "Ей Алланың елшісі, ахли китаптан болған мұсылмандар болды. Христиан, еврей болып кейінірек, яғни ислам дінін қабылдаған мұсылмандар болды. Кабул Ахбар есімді жағы, Вахбиб Мунаббих есімді сахабалар болды. Өте ғалым кісілер болды бұлар. Солар Таураттан, Інжілден үзінділер келтірген кезде ойланады, бұл сенетін дүние ме, сенбейтін дүние ме? Сонда пайғамбарымыздан сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: егер де ахли китаптан бір мағлұмат келетін болса, Таураттан, Забурдан, Інжілден мағлұмат келсе дейді, Құран менен хадиске, исламға сәйкестіріңдер дейді. Егер де салыстырып көргенде Құран менен исламға сәйкесетін болса, ол мәліметті біз аламыз. Адам өлтірме, ұрлық істеме, зина жасама, жаңағы ширк жасама, шошқан етін жеме, сияқты мысалы үлкен-үлкен күнәлар бар, кейбір қағидалар бар ғой, жасауға болмайтын. Ол христиан кітабында да бар, еврей кітабында да бар, Құранда да бар. Демек бәрі сәйкес еді. Демек біз оны қабылдаймыз деді. Егер де Құранға, исламға қайшы мәлімет келсе, онда оны алмаймыз. Мысалы Таурат кітабында жаратылыс дейтін бөлім бар. Сол жерде былай дейді: Нух пайғамбар дейді, Нух пайғамбар. Яғни жүзі меккенен кейін одан шарап істеді, шарап істеп соны ішті де мас болып өзінің шатырында тыр жалаңаш жатты дейді. Нух пайғамбар. Енді бұл Таурат кітабының жаратылыс дейтін бірінші бөлімінде жазылып тұр. Енді ақылға салыңыздаршы, бауырлар. Пайғамбар шарап ішіп мас болып тыр жалаңаш жатады ма? Біздің дінімізде оған жол жоқ. Мүмкін емес. Өйткені пайғамбарлардың 5 сипаты бар, түсіндірем. Соның біреуі исмат дейді, күнәсіз, күнә жасамайды. Алла оларға күнә жасатпайды. Сонан кейін барып, екінші осы жаратылыс кітабына тағы былай деп келтіреді: Лут пайғамбар 2 қызыменен үңгірде тұрды дейді. Үңгірде тұрды дейді, Таурат кітабында жазады. Содан дейді, 2 қызы ақылдасты дейді: мына төңіректе еркек жоқ, әкеміз қартайып қалды, әкеміз өлсе біз байсыз қаламыз, баласыз қаламыз, бұл қалай ұрпағымыз болмайды. Онда дейді, біз дейді, әкеміз Лутқа шарап беректі мас қылып, сонымен жатайық, содан бала туып алайық дейді. Сөйтіп Лутты дейді мас қылды да 2 қыз сонымен зина жасады дейді. Таурат кітаптың жаратылыс дейтін бөлімінде жазылып тұр, ашып қарасаңыздар болады. Яғни біз айтамыз, бұлдай нәрселер исламға қайшы, біз бұндай мәлімет қабылдамаймыз. Пайғамбарымыз айтып отыр. Үшіншісі бар. Пайғамбар, қараңыз, исламға сәйкессе қабылдаймыз, исламға қайшы келсе қабылдамаймыз. Үшіншісі бар. Исламда ол нәрсе жайында ешқандай мағлұмат болмаса, үнсіз қалыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам.
бір жағдайды айтқан болса, Тауратта осылай деп, Інжілде осылай деп десең, ол жоқ, дұрыс емес десең дейді. Ол түпкі негізде бар болған болса, сен не боласың? Діннен шығасың, дұрыс па? Алланың сөзін теріс деген боласың ғой. Сондықтан да оған үндемеу керек. Түпкі негізде бар болған болса. Егер де сен оны солай деп айтсаң, ол түпкі негізі оригинал кітапта ондай жоқ болса, сен жалғаншы боласың дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан да ондай нәрсені білмейміз. Мысалы, Адам алейхиссалам жұмақта қандай жеміс жеді? Алма жеді ма, груша жеді ма, мандарин жеді ма? Мен білмеймін. Мен білемін, жеміс жеді, болды. Ал христиандар не дейді? Алма жеді дейді, дұрыс па? Біз айтамыз, мен білмеймін. Құранда жоқ ондай нәрсе, хадисте жоқ. Жеміс жеді, болды, бітті. Сондай нәрселерді біз үндемей қоя саламыз болды. Міне сондықтан да сондай кітаптарға қатысты біздің үш ұстанымыз болады. Міне қасиетті кітаптар дейміз бұл. Ал енді қараңыз, бірінші Аллаға иман етеміз біз, иман негіздерінде. Екінші періштеге иман еттік осылайынан. Үшінші біз кітапқа осылай иман етеміз. Төртінші пайғамбарларға иман етеміз. Жер бетіне келген бүкіл пайғамбарларға иман ету сіз бен біздің негізгі міндеттеріміз. Алла тағала адамзаттың ішінен пайғамбарларды жіберді, елшілер жіберді. Құранда айтады, әр қауымның ішінен пайғамбарды таңдап, соны қайтып өзінің қауымына жібердік дейді. Сондықтан да пайғамбарларды адам етіп жіберді. Егер Алла қаласа пайғамбар ретінде періштені жіберер еді. Бірақ біз ол кезде айтамыз, Алла, мына періштең ішпейді, жемейді, еркегі жоқ, әйелі жоқ, нәпсі жоқ, шаршамайды, ұйықтамайды, азаннан кешке 24 сағат құлшылық жасайды, мен оған ілесе алмаймын деп айтамын мен оны. Сондықтан да Алла өзімізге шамамыз келетіндей үлгі болатын пайғамбарларды жіберді адамнан, адамның ішінен. Алла тағала Құранда айтады, ең бірінші сол Адам алейхиссаламда, ең соңғысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жібергенін айтады. Хатамул анбия дейді, ең соңғы пайғамбарлардың соңғысы дейді. Енді пайғамбарлардың біз иман еткенде 124 мың пайғамбар дейміз, олардың ешбірінің арасын бөлуге болмайды. Ла нуфарриқу байна ахадин мин русулих дейміз. Амана расулу дейтін жағы Бақара сөзінің ең соңғы аяттарында. Ла нуфарриқу байна ахадин мин русулих. Біз пайғамбарлардың арасын бөліп жармаймыз, барлығын бірдей деп қабылдаймыз. Муса менің пайғамбарым, Иса менің пайғамбарым, Юсуф менің пайғамбарым, Исақ менің пайғамбарым, Закария менің пайғамбарым деп иман етеміз біздер. Біз айтпаймыз, менің пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, еврейдің пайғамбары Муса алейхиссалам демейміз. Ол менің пайғамбарым. Өйткені біз бөлмейміз. Бөлдің ба, иман еткен болып саналмайсың. Міне иманның негізінде осы пайғамбарлардың барлығын бірдей көру. Алла тағала сол жіберетін пайғамбарлардың барлығын текті ұрпақтан шығарған. Ойнастан туған адам пайғамбар болмайды. Пайғамбарларға Алла тағала 5 сипатты уәжіп қылған. Ғалымдарымыз ол уәжіп деп ижма жасаған. Біріншісі, пайғамбарлардың бойынан табылу керек болған ең бірінші сипат бұл сыдық. Сыдық деген шыншыл, өтірік айтпайды. Екіншісі, аманат. Аманатшыл болған, қиянат жасамайды. Үшіншісі, олар Алладан естіген бүкіл уақиларды таблиғи жасайды. Яғни халыққа жеткізеді, үмметіне жеткізеді. Төртінші, фатанат дейді. Ақмақ адам пайғамбар болмайды. Пайғамбардың төртінші сипатта ең ақылды адам деген сөз. Өз заманының ең ақылдысы деген сөз. Бесіншісі, исмат. Пайғамбарлар күнә жасамайды. Пайғамбарларды Алла тағала Құранда айтқандай күнә жасатпайды, өзінің бақылауында ұстайды. Осы отырған бәріміз мысалы ағайын туысымызға барып бір уағыз айтсақ айтайық, қойшы айналайын. Кезінде сен іштің, ананы істедің, не деп ақыл айтасың дейді, дұрыс па? Дұрыс емес па? Бәріміздің үлкен жігіттер әсіресе жас балаларға айтпаймыз. Кезінде өзіміз бірге жүрдік, ананы іштік, мынаны істедік, енді келіп ақылшы болып, дінге бет бұрып, маған уағыз айтайын деп, қой айналайын дейді. Мысалы біздің жаратылысымыз сол. Алла тағала пайғамбарлардың бойына сондай кінәратты қалдырмаған ешқандай. Тіптен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өміріне қарайшы, бір рет күнә жасаған жері жоқ. Кім айтса ол айтсын, ондай дәлелді алып келе алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 38 жасында мынандай бір оқиға болады. Меккедегі Қағба дейміз ғой, қирайды. Яғни үгітіліп, былайша тозып кеткен соның қабырғаларын бұзып, қайтадан Қағбаны қалпына келтіру үшін меккелік мүшриктердің барлығы жұмылып жұмыс жасайды. Сонда пайғамбарымыз сол Қағбаны құрылысына қызмет жасайды. Иығына үлкен тастарды жаңағы таудан тасиды ғой. Сонда пайғамбарымызға әкесінің інісі Аббас дейміз ғой, Абдулла ибн Аббастың әкесі. Сол айтады, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи мынау дейді, изар дегеніміз етегі дейміз ғой. Соны бүйтіп иығыңа қойып тасты қойсаң дейді, иығыңды қажамайды ғой дейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол изарын көтеріп, мына иығына қойып тасты салмақ болған кезінде тізесі ашылып кетеді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға яғни бір ғайыптан дауыс естіледі,
саған бұлай жасауға болмайды деп пайғамбарымыз көзі қарауытып құлап қалады. Яғни ұятты жерді ашуға болмайды деп тұр Алла тағала, ашқызбайды. Және бала кезінде 12-13 жасында пайғамбарымыз тойға бармақшы болады. Тойға бармақшы болып, Абу Талиб деген көкесінің қойын бағатын пайғамбарымыз. Сонда екі бала кезектесіп қалды қаланың сыртында. Біріншісі барып той көріп келеді да, аузынан суын ағызып тұрып айтады ғой, ой, той деген мынандай болды, өйтті бүйтті деп. Ертесі пайғамбарымыз баратын болды кешкісін. Сөйтіп пайғамбарымыз тойды көруге бармақшы болып жолға шыққан сәтінде бірден ұйқы қысады. Ұйықтап қалады, көзін ашса таң атып қалған. Одан кейін тағы да бір рет жасайды, тағы бір рет жасайды, солай ұйықтап қала беретін болады. Содан кейін пайғамбарымыз қайтып тойға бармаған. Осы тұрған бәріміздің қайсымыз тойға бармадық? Жарықтық. Мен күнә істемеймін деген адам өтірік айтады. Осы отырған мен де бүкіл бәріміз күнәнің түр-түрін жасадық, бірақ сол күнәміз үшін біз тәубе жасаймыз. Пайғамбарларға Алла тағала ондай күнә жасатпайды. Өйткені ертең оның үмметі сен кезінде үйткенсің, сен кезінде бүйткенсің деп айта алмау үшін Алла исмат деген сипатты берді. Күнәсіз олар, күнәсіз. Міне пайғамбарларға біз солай деп сенеміз. Пайғамбарларға қарсы келу, оларға сенбеу адамды, кешіріңіз, діннен шығарады. Біз бүкіл пайғамбарға сенеміз. Енді бұл бесінші, қараңыздар, бірінші Аллаға сендік, екінші періштелерге, үшінші қасиетті кітаптарға дедік, төртінші біз пайғамбарларға сенеміз, бесінші ақырет күні, алтыншы тағдыр, сонан кейін барып жақсылық пен жамандықтың Алладың екендігіне сену. Енді біз ақырет күніне сенуіміз бар, бесінші. Ақырет күні деген жаңа қысқаша айтып өттім, Алла тағаланың біздерге Құран кәрімде ескерткені, ана дүниенің бар екендігі, ол дүниеде жұмақтың тозақтың болатындығы, және ол дүниеде біз есеп-қисапқа тартылатындығымызды Алла Құранда шегелеп тұрып айтқан біздерге. Біз сол ақыретке бармастан алдын кіші ақыреттен өтеміз, ол қабір өмірі болады. Әрбіріміз өлгеннен кейін қабірге көмілеміз. Көмілгенде пайғамбарымыз айтқанда бізден 3 сұрақ сұралады. Міндетті түрде Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деген сұрақ сұралады. Мұсылман адам осыған жауап береді. Мұсылман емес адамдар, мұнафиқ адамдар осы сұрақтарға жауап бере алмай тұтылады дейді. Ол қабірдегі өмір жайында ұзақ хадистер бар, ұзақ аяттар бар, енді оны ұзақ жаңағы дәлелдер бар, оның бәрін қысқаша өтіп кетіп жатырмын. Қабірде міндетті түрде өмір болады, бауырлар. Өйткені уақытымыз шектеліп келе жатқан секілді. Міне сол қабірдегі өмірден кейін бар, біз баршамыз ақыр заманға барамыз. Белгілі уақыттан кейін тірі адамның барлығы. Исрафил періште ақыр заманның бірінші сорын үрлеген кезде жер бетінде астан кестең болып бүкіл тіршілік тоқтайды деді. Бірақ қашан болады ақыр заман? Алла біледі, бауырлар. Кімде кім ақыр заман мына күн болады десеміз күпірлік етеді. Ла я'ламул ғайба иллаллах дейді. Ғайыпты Алла біледі, Алладан басқа ешкім білмейді. Біз ақыр заман болатынын білеміз. Біз үшін, құрметті бауырлар, ақыр заман қашан болатыны маңызды емес. Ақыр заман болса ана дүниеге не алып барасың, сол маңызды. Мұсылман адам, жүрегінде иманы бар адам ақыр заманды көрмейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келтіреді. Ақыр заманның алапатын көретіндер жақсы адамдар емес деген пайғамбарымыз. Алла сол ақыр заман болатын уақытта бір желді естіреді, одан жүрегінде иманы барлардың барлығы отырған жерінде ұйықтап өледі кетеді, болды. Ал ақыр заманның астан кестеңін, аласапыранын көретіндер мұсылмандар болмайды, бауырлар. Сондықтан сіз оған бас қатырмай-ақ қойыңыз. Қашан болады, не болады, ол сіздің шаруаңыз емес. Сіз сеніңіз ақыретке деген амалыңызбен ғана барыңыз. Басқа сізден ештеңе сұралмайды. Ал сол ақыр заман болмастан алдын ақыр заманның белгілері болатындығын айтады. Кіші белгілер, үлкен белгілер бұйырылады. Кіші белгілер жайында өздеріңіз көп мағлұмат білесіздер ғой. Яғни жер бетінде нақақтан нақақ адам өлтіру көбейеді дейді, әйелдің көп болуы, жаңағы некесіз туылуы, аспанмен тайталасқан үйлердің салынуы, небоскреп дейміз ғой осылай, үлкен-үлкен үйлердің салынуы, мал баққан адамдардың үй салуда жарысуы, былайша айтқан кездегі. Үй салуда жарысуы, яғни жезөкшелік дейміз, риба дейміз ғой, өсімдік. Яғни айта берсек, өте көп пайғамбарымыздың хадистерін келтіреді ақыр заман белгісі. Тек таныған адамға ғана сәлем берілетін уақыт болады дейді ақыр заманда дейді. Осы тұрған бәріміз көшеде кетіп барсақ, танысақ ассаламу алейкум, танымасақ өтеміз кетеміз ғой, жасыратыны жоқ. Жас балдар бастық болады дейді, пайғамбарымыз айтады. Жас балдар бастық болады дейді. Және айтады, ақыр заман бір белгісі дейді, әйел киімі бар әйел, бірақ тыржалаңаш әйелдер болады дейді. Яғни киімі бар, бірақ тыржалаңаш әйелдер. Қазір осы бәріміздің қарындасымыз бар, апамыз бар, немесе қызымыз бар, үстіне киім киеді ертең жазғы кезде. Бірақ бүкіл тәні көрініп тұратын киім киеді ғой. Киім деген аты болмаса тыржалаңаш. Пайғамбарымыз соны ескертіп кеткен біздерге, ақыр заманда соны бір белгісі деп. Яғни бұл кішкентай белгісі өте көп. Айта берсек, енді үлкен белгісі деген бар. Бір күні Абу Зар аль-Ғиффари айтады ғой, біз дейді Мәдинада дейді бірнеше сахаба болып әңгіме құрып отырдық дейді.
Сонда дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп қалды, былай дейді, сендерді жұмыстан тосқан не дейді, не әңгіме қылып отырсыңдар дейді ғой. Алланың елшісі дейді, біз дейді ақыр заман жайында әңгіме қылып отырмыз дейді ғой. Ақыр заман дейді. Сонда пайғамбарымыз дейді, сендер 10 үлкен белгісін көрмейінше ақыр заман болмайды дейді. 10 үлкен белгісі дейді. Даджал шығады дейді. Біз енді даджалды қашан шығатынын біз білмейміз. Даджал шығады дейді. Содан кейін айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, даббатул арз шығады дейді. Жерден сонда бір мақұлық шығады дейді. Содан кейін дейді, үшінші кезекте дейді пайғамбарымыз күн батқан жерінен шығатын болады дейді. Яжуж мәжуж дейтін қауым шығады дейді. Шығыста, батыста, араб түбегінде жер батады дейді. Жерге кіріп кетеді, жер шөгіп кетеді дейді. Иса пайғамбар көктен түседі дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, Йемен тараптан бір от шығады дейді. Содан кейін бар бір түтін шығады дейді. 10 осы белгісін айтып береді. Осы 10 белгіні көрмейінше дейді, ақыр заман болмайды дейді. Осы 10 белгі болады, ақыр заман болады дейді. Ақыр заман болғаннан кейін барып баршамызды қайтып Алла тағала тірілтеді. Тірілткен кездегі не болады? Бірінші кезекте бүкіл миллиардтаған адам тіріледі, бірінші махшар алаңына барады. Махшар алаңы. Махшар алаңында олардың бәріне, яғни бәрімізге Алла тағала амал дәптерін тарататын болады. Құранда айтады, оң тарапынан бергендер құтылады, сол тарапынан бергендер тұтылады дейді. Асхабул ямин, асхабул шимал деп келеді Құранда. Міне, бірінші біз махшарға барамыз. Махшарда тұрғаннан кейін амал дәптері таратылады. Амал дәптері таратылғаннан кейін барып, біз есеп қисапқа тартыламыз. Таразыдан біздің сауабымыз, күнәміз таразыдан жағы бақыланатын болады. Сауап немесе көп па, күнәміз көп па. Содан кейін барып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, сырат көпірсінен өтеміз біздер. Сырат көпірсінен бұл өтпеу, ол айта алмаймыз, бір Алла біледі. Содан кейін барып, я жұмақ болады, я жәннат болады. Яғни былайша айтқан кездегі ақыр заманда осындай жағдайлар болады. Амал дәптерін таратқан кезде дейді, адам амал дәптерін ашып айтады деген ойпырмай, мынау дейді, менің өмірімдегі дымын қалдырмай жазып қой деп айтады дейді. Осы отырған кез келгеніңізді мен сұрайыншы, былтырғы жылы дәл осы 20 май күні сағат 10:30-да не істеген кім айтып бере алады? Мен кез келгеніңізге қазір 2 парақ қағаз берсем, өмір баян жаз десем, ары кетсе 2-ақ бет жазасың. Туылдым, мектепке бардым, ананы істедім, әскерге бардым, үйттім, болды. 2-ақ беттен аса алмайсың сен өмір баяныңды. Ал сенің бүкіл өмірің жазған амал дәптеріңді қараған кезіңде қашан боқтадың, қашан ғайбат жасадың, кімді алдадың, кімді ұрдың, кімнің затын ұрладың, әке-шешеңе қашан жағы күпірлік етіп сөз айттың, Аллаға қашан күпірлік еттің, қандай күнә жасадың, бүкіл барлығы жазылып тұрады. Минут секундыменен амал дәптер деген сол. Соны көрген кезде сен сасасың. Мен қалай дейді, мүмкін емес қой дейді. Сонда дейді, есепке тартылған кезде Алла тағала адамның тілін көрмейді. Тілің, аузың жабылады, болды. Сенің 12 мүшең сөйлейді дейді Құранда. Сол кезде адам айтады, "Ней, сен қолым, көзім неге сөйлеп жатсыңдар? Қалай сөйлеп жатсыңдар?" дегенде айтады екен, "Ей тіл, сені сөйлеткендей Алла бізді де сөйлетіп жатыр ғой" дейді. Сенің 12 мүшеңмен жасаған күнәларының барлығын осылар куәлік беріп сөйлейтін болады. Содан кейін барып, ол жерде алмасады, сауап күнә алмасатын болады дейді. Сонан таразыға тартылатын болады. Таразыдан тартып болғаннан кейін барып, сырат көпірсіне өтесің. Сырат көпірсінен егерде иманы сауабы көп болған болса, дұрыс адам болған болса, сырат көпірсінен зуылдап өтетін болады. Дұрыс болмаған болса, күнәһар болған болса, аяқтарына сөреген күйі, шынжырлы аяқтарынан шындармен орап, періштелер тозаққа қарай тастайтын болады. Тозақтың үстінде сырат көпірі құрылады, бауырлар. Тозақ астында қалса, үстінен сырат көпірі құрылады. Одан ары өтсең жұмақ болады, ал түссең тозақ болады. Міне, бұл Құранда бізге айтқан, осыған біз сенеміз. Кім-кім осыған сенбесе, иман еткен болмайды. Енді уағызымыздан 45-те қойдым. Бір мысалмен түсіндірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жердегі оқиғаны келтіреді. Анау ақыреттегі есеп қисап кезінде келтіреді. Сонда пайғамбарымыз айтады ғой, муфлис деген кім білесіңдер ме дейді. Муфлис. Сонда сахабалардың бірі айтады ғой, Алланың елшісі, муфлис дегеніміз дейді, бүкіл барынан айырылып қалған адам дейді. Орысша аударсаң, банкрот деген сөз. Қазақша айтқанда тазға отыру. Сондай адам ғой дейді. Жоқ дейді. Муфлис дегеніміз дейді, сол қияметте Алланың алдында есеп беретін уақытта ақыретке дейін 5 уақыт намазыменен, 30 күн оразасыменен, қажылығымен, зекетімен, нәпіл ғибадат құлшылығыменен Алланың алдына бар бүкіл құлшылықтың сауабынан айырылып тозаққа кеткен адам дейді. Алланың елшісі қалай болады ол дейді.
Ол дейді, мына дүниеде біреудің ала жібін аттады, біреуді ғайбаттады, біреуді ұрды, біреуді соқты, біреудің затын ұрлады, біреуге тісі батты, біреуге тізесі батты. Былайша айтқанда түрлі қылмыс жасаған, бірақ 5 уақыт намазы бар, 30 күндік оразасы бар, қажылығы бар, зекеті бар, нәпіл садақасы бар, нәпіл ғибадаты бар. Бүкіл бәрімен барады. Ақыретте ана жерде жалындап 1000 градустан асатын жалындап жанып тұрған тозақ отының ызғары келген кезде, жаңағы лебі келген кезде адам бірін-бірін сатады дейді. Яума яфирру мар'у мин ахихи ва уммихи ва абихи ва сахибатихи деп ва банихи ва сахибатихи дейді Құранда. Яума яфирру мар'у, сол күні дейді, қиямет қайында сол күні адам қашатын болады. Яума яфирру мар'у мин ахихи, өзінің бауырынан, ва абихи, өзінің әкесінен, ва уммихи, өзінің шешесінен дейді, ва сахибатихи дейді, өзінің әйелінен, ва банихи дейді, өзінің бала шағасынан қашатын болады дейді. Яғни сен өзінің туған бауырыңнан, әкеңнен, шешеңнен, қатыныңнан, бала шағыңнан қашатын заман болады дәл сол уақытта. Ал енді сол уақытта біріне бірі жағасынан жабысады. Мынау мені күнәмді арқалап кетеді, мынау менің сауабымды алып қояды деп. Сонда бұл жердегі сауап күнә алмасады дегенде пайғамбарымыз айтады, мына өмірде кім біреуге мысал айтайық, сен мені ғайбаттаған болсаң, мені мүшрик деген болсаң, мені бидғатшы деген болсаң, мені адасқан деген болсаң, ақыретте мен барам, я Аллахым, маған мына пендең осылай деп айтты, дәлелдесін, ғайбат жасады. Ал ғайбаттың үкімі қандай? Мен кешпейінше ешкім кешпейді, Алла да кешпейді оны. Сен қажылыққа барып келсең де, шахид болсаң да, ғайбаттың үкімін Алла кешпейді. Құлдың ақысын Алла кешпейді, адамнан басқа ешкім кешпейді. Шахид болсаң да айтып тұрмын, қажылыққа барсаң да, менің ақымды жеген болсаң, мен кешпейінше Құдай сені кешпейді. Сонда мен айтамын, я Аллахым, соның ғайбат маған жасаған қиянатын мен кешемін. 5 уақыт намазын сауабын бер деп айтамын. Сауабымды мен алам, сол кезде кешемін. Немесе 30 күнді біреу шығады, менің артынан менің затымды ұрлағандық үшін мен кешіремін. 30 күндік сауабым, біреу қажылығың сауабын, біреу нәпіл ғибадатын сауабын, жан-жақтан талан-тараж қылады сенің сауабыңды. Содан кейін барып, ештеңең қалмағанда менің күнәмді соған жүкте деп айтатын болады, хадисте келгенде. Содан сен 5 уақыт намазың, 30 күндік оразаң, зекетің, қажылығың, бүкіл сауабың барасында, жан-жаққа шашып таратып бересің де, олардың күнәсін арқалайсың да, тозаққа кетесің. Міне соған пайғамбарымыз муфлис деген, банкротқа ұшырайтын адам сол деген. Қарапайым мына өмірді алайықшы. Мына өмірді сен мені келіп ұратын болсаң, мен заявление жазам. Сонымен сен соттайтын болады, сен мені алдыма деп жығыласың. Мен айтамын, $5000 бересің деймін. Заявлениемді қайтып алам деймін. Бересің маған $5000 сотталмау үшін. Апарамда болды, мен кештім деймін да, заявлениені қайтарып алам. Сені бостандыққа жіберіп $5000 мен алдым. Мына өмірде пайғамбарымыз айтады, ақыретте алтын мен күміс жүрмейді дейді. Сауап пен күнә алмасатын болады былай дейді. Бір жалған мына өмірде бір-бірімізден солай соттасып, қырылысып, ақша істеп жатырмыз ғой былайша айтқанда. Ал ақыретте ақша емес, сауап алады. Сол үшін құрметті бауырлар, қияметтегі біздің күнәміз, сауабымыз біздің былайша айтқан кездегі қайда алып баратынын біз айта алмаймыз. Мына жалған өмірде ешкімнің ала жібін аттамауға тырысу керек. Біреудің артынан ғайбат айтпауға, біреуге қиянат жасамауға тырысу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі бүкіл сахабаларын жинап алып соңғы сәтінде кешірім сұраған жоқ па еді? Кімнің менде алашағы бар болса келсін деген жоқ па еді? Пайғамбарымыз солай жасаса, сіз неге олай жасамайсыз? Неге сіз кешірім сұрамайсыз біреуден? Неге сіз біреудің артынан ғайбат жасайсыз? Неге сіз біреудің артынан өсек айтасыз? Неге сіз біреудің затын рұқсатсыз аласыз? Неге сіз біреуге қиянат жасайсыз? Жұмыс жасасасыз, сөйтесіз, оның ақшасын бермейсіз, кәсіпкерлікпен айналысаңыз. Немесе базарда тұрасыз, таразыдан жейсіз. Китайскийді оригинал деп сатасың, алдайсың, өтірік айтасың, былайша айтқанда. Яғни бүкіл күнәні жасайсың да ақыретте қалай үмітің болады ол кезде. Сондықтан да құрметті бауырлар, ақыретте осындай жағдай болатынын ұмытпау керек. Ол үшін бұл дүниеде дұрыс болу керек. Енді бүкіл осы жағдайдың барлығына біз сенеміз, иман етеміз, және де тағдырға сенеміз. Алла тағала бүкіл болмысты, тіршілікті, адамның барлығын бұл дүниеге келместен алдын оның тағдырын жазып қойған. Жазғанда ұмытпау керек, құрметті бауырлар. Біз ең көп қателесетін жағдайымыз бар. Құдай менің тағдырыма жазғаннан кейін солай болды емес. Сенің солай болатындығыңды Алла білгендіктен жазып қойды. Алланың шексіз білімі бар. Сенің сондай болатынын білгендіктен Алла жазды, сен солай жасап жатырсың. Мысалы біз айтамыз, қазір кешке барамыз, бәріміз барамыз да ауа райын қараймыз. Ертең Астанада жауын жауа ма, күн шыға ма? Саған айтады, ертең Астанада 25 градус ыстық болады. Сонда сол айтқандығы үшін ыстық бола ма? Әлде олар сол ауа райын болжап, соның ғылыми түрде зерттеп болып айтқандықтан болып жатыр ма? Әрине олар ауа райын солай болатындығын білгендіктен бізге гидрометеорология дейді, сол айтады.
ертең Астанада 25 градус ыстық болады дейді. Олар айтқандығы үшін ыстық болмайды, білгендіктен айтады. Алла тағала жаңа айттық біз, ілім дейтін сипаты бар, шексіз ілімі бар. Сіз бенен біздің қандай адам болатындығымызды Алла әуелден білген, сондықтан солай тағдырымызға жазған. Жазғандығы үшін істемейміз біздер. Біздің солай болатындығымызды білгендіктен тағдырға жазылған. Сондықтан тағдыр деген сол, тағдырды былайша айтқан кезде пайғамбарымыз айтқандай, ананың жатырына сәби түскен кезде 4 ай болған кезде Алла бір періштені жібереді екен, жаз дейді екен. Бәрімізді тағдырымызға жазған анамыздың жатырында 4 ай болған кезде қашан өлетіндігімізді, жақсы адам боламыз ба, жаман адам боламыз ба, ауқатты боламыз ба, бай боламыз ба, кедей боламыз ба, бұның барлығы 4 айлық кезімізде анамыздың құрсағында жатқан кезімізде жазылып қойған бауырлар. Бұған біз тағдыр дейміз. Ал енді жақсылық пен жамандық бүкіл болып жатқан нәрсенің барлығы Алладан, құрметті бауырлар. Бірақ та ұмытпаңыз, жамандықты Алла жасап атқан жоқ, жамандықты сіз бен біз жасап атырмыз. Оның жақсылықты да, жамандықты да біз жасап атырмыз, бірақ оның бәрі Алладан. Міне осы иман негіздер дегеніміз осы, осыған сенсек біз мұсылман боламыз. Осының қандай да біреуіне біз сенбесек, иман еткен болып саналмаймыз, бауырлар. Сондықтан да ла илаха иллаллах Мухаммад Расулулла дегенімізде осы иман негіздерінің барлығына жалпылама біз тоқталып иман етуіміздің мәнісі. Сондықтан, құрметті бауырлар, уақытымызда болды. Сіздерден кешірім сұраймын, 5-10 минут уақыттарыңызды алдым. Енді құрметті бауырлар, мұсылман болғаннан кейін осы иманымызға берік болайық, ғибадатымызға мән берейік, өзгелердің ақысын жемейік. Тағы қайталап айтам, қажылыққа барасыз ба, шахид боласыз ба, қандай болмасын, Алла сіздің құл хақыңызды кешпейді. Құл хаққы деген маған өткен, пәленшеге өткен, түгіленшеге өткен ақыларыңызды Алла кешпейді, олар кешірім бермейінше. Сондықтан да бұл жалған дүниеде бір-бірімізді кешіріп қойық. Егерде артық кеткен болсақ, бір-бірімізді ренжішкен болсақ, кешірім сұрайық. Олда тұрған біздің ешқандай да жаңағы абыройымыз түсіп кетпейді. Керісінше Алланың алдында Алла ертең жүзімізді жарық қылатын болады. Алла тағала баршамыздың жүзімізді жарық қылып, қиямет қайында Алла өзінің оң тарапынан амал дәптерді берілетін пенделердің қатарынан етсін дейміз, құрметті бауырлар. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.